келісімшарттар Ресейдің пайдасына қарай жасалған. Қазақстанның әуе кеңістігін қорғау Ресейге аманатталған. Бұл өзіміздің стратегиялық маңызды қорғаныс мәселесінде өзгеге тәуелділікті танытады. Демек, әскери әуе күштерінің әлжуаздығы одан әрі жалғаса бермек. Қазақстан Республикасы президентінен және үкіметінен мынаны талап етеміз. Еуразиялық экономикалық одақтан шығуды, саршаған, тайсойған полигондарын жабуды, онкологиялық және басқа да ауру түрлерінің көбейген қаупін, жердің улануын, істен шығуын тоқтату мақсатында әртүрлі әскери сынақтар жасалатын 11 миллион гектар жерді босаттыруды, бүлінген даламызды қалпына келтіруді, Байқоңыр ғарыш кешенінен ұшатын ресейлік протон аппараттарының апаттары салдарынан келетін зиянды нақтылы есептетіп, өндіртуді, гептилді пайдалануды тоқтатқызуды. Қазақстанның ақпараттық кеңістігін жаулап алған ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарын шектеуді, цифрлық үкіметтің платформасын жасауда ресейлік Сбер компаниялар тобын серіктес ретінде таңдауға жол бермеуді, Ресеймен достық қарым-қатынаста ұлттық мүддені тең құқылы әріптестікті қатаң ескеруді. Бұл жобасы толықтыратындарымыз, қосатындарымыз болса, Сіздер құрылтайдыларыңыздан шаршадық біз. Шаршадық. Қашанғы сөйлейсіздер сіздер? Сіздер қашанғы сөйлейсіздер? Шаршасаңыз үйге барып демалыңыз. Шаршаған жоқпын, жаңа ғана келіп демалып келдім. Сөйлейтін адамдарға сөз беріңіз. Қашанғы сіз сөйлейсіз? Неше құрылтайдың шылқын бұздыңыздар? Тетушка емес, мен қазақтың қызымын, жаным ашып. Қазір уақыт алма сені, мазан алма. Сөйле, жүр, не? Жүр, берген. Қазақтың азаматы, бәрімізге сұрақ қойған. Неге иманы мені тоқтап? Неге сен бұзасың? Тихушка. Назарбаевтан қай жерлерін артық болып тұр? Демократия қашан орналады? Демократия қашан болады? Жетеді. Сөйлетіндер қазақтың балаларына. Қазақтың сөйле бар. Пікірлеріңізді сөнгені айтасыздар. Сұрақты содан кейін қояды қазір. Өзім сыйламаған адам тәртіп бұзады. Ал тәртіп бұзған адам... Сіз қашанғы құрылтай жасайсыз? Неше жыл? Неге жастарды отырғызбайсыз? Асқар отыр. Мені қазақтың саяси тұтқыны нағыз таза батыр. Асқар Нұрмағановты неге отырғызбайды президиумға? Неге осындай? Неге өтірік? Демократия қайда? Назарбаевтан қай жерлерін артық болып тұр? Аронды неге құтқарып қалмағансыңдар? Сондай беделді салиқалы оқымысты екенсіңдер. Бар. Бұл кісіге мен жағынан қосылатын. Біз батырлардың бар түрмеде жатыр. Батырлардың бар түрмеде жатыр. Біз соларды құтқару үшін қандай да бір нақты әрекет жасауымыз керек. Не істеттіңдер Арон Атабекті құтқаруға? Қайрат Қылышев жатыр. Жігіттер қашан қуып саубай? Шодырахметтің ертегісінен шаршадық. Сөз береді ғой немеге. Береді бәрі наразы болып шықты. Береді ғой істересіз. Толатты да осылай өтіргендер. Теспе маған бірақ. Теспе.
Sabırlı бол. Сұрақтарың қойыңыз ба, бар ма? Қазақ қағазға жазып жіберіңдер. Болмаса айттыр. Сұрақтарың. Енді келе берме, ұят болады, масқара болады. Келе жоқ, болды енді. Қазір сөз береміз деді ғой. Сөз беріледі. Не болып жатыр сіздер, мен түсінбей қалдым. Просто сөз бермейме деп ана бір жігіт біз кіріп келе жатсақ жаңа бір жігіт ренжіп шығып келе жатыр екен. Сөз береді ғой. Маған сөз бермеді деп соны көтеріп кеткен ғой. Жоқ, сөз береді, бір сөйлеп керек жоқ маған мұндай құрылтай, жетеді. Құрылтайдан құрылтай, құрылтайдан құрылтай. Ароннан айрылдар, солаттан айрылдар. Керек. Кімге керек бұл құрылтайын? Бұл құрылтай онда немене керек? Ортаны дау керек. Дау емес. Қазақтың балаларын тыңдауға келдім. Балташ, бұлардың қолдарында билік бар ма? Жасарал, шаршадық олардан шаршадық. Сөз бересіздер ғой. Жоқ, сөз береді ғой, соны айтасыңдар. Бермей анау жігіт жылап шықты. Қазақтың қарапайым жақсы жігіті жылап шықты. Соған көтеріліп кеттім. Сабыр сақтай жігіт. Тоқтасыз де. Мына жақта акибаттың балалары шақалдар қаптап жүреді. Олар әрине күледі. Артында сөз береді. Шақалдар. Айғайлағансыздар, береді сөз. Күлкі боламыз. Ана оңбаған.